Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Мен бүгін сіздермен өте оңай әрі тез дайындалатын тойымды салат түрімен бөлісетін боламын. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды аламыз және де осыған түрлі дәмдеуіштерімізді қосамыз. Дәміне қарай қоссаңыздар болады, өздеріңіз шамалап. Тұз, қара бұрыш және куркума. Өздеріңіз қалаған дәмдеуіштерді қоссаңыздар да болады. Келесі кезекте бір сарымсақты аламыз және де оны майдалап тураймыз. Оны да жұмыртқаға қосып араластырамыз. Дайын болған жұмыртқамызды қызып тұрған табамызға салып, екі жағында пісіріп аламыз. Тек жұмыртқамыз күйіп кетпеуі керек. Ендігі кезекте қызыл тәтті болгар бұрышымызды алып, осылай 4 бұрышты етіп турап аламыз. Барлық қоспаларды адам санына қарай көбейтіп қоссаңыздар болады. Сонымен балғын қиярымызды алып, соломка етіп турап аламыз. Біздің келесі қоспамыз тауық еті. Көріп тұрғандарыңыздай осылай турап аламыз. Бұл салатты тауық етінсіз де жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді шығады. Ендігі кезекте алдын ала дайындап пісіріп алған жұмыртқамызды алып, соломка етіп тураймыз. Мен негізі өзім кез келген тағамға болсын, салатқа болсын, зеленді пайдаланғанды ұнатамын, жиі пайдаланамын. Сондықтан бұл салатқа да азырақ шамалап укроп қосуды жөн көрдім. Міне, дәміне қарай тұз бұрышын, майонезін салып, салатымызды араластырамыз. Бұл салатқа қаймақ қосып араластырсаңыздар да өте дәмді шығады. Тадам! Салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Кез келген адамға ұнайды деп ойлаймын. Менің видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Фаризаның тәттілері.